Ардақға бір сұрақ қойсам бола ма? Интернетте сосын кішкентай бір кітапшаларда көп жерлерде истихфар сұрағандар деген сөзді кездестіремін да. Истихфар деген не? Негізі түсінбей жатырмын. Истихфар ма? Истихфар деген Алладан кешірім сұрау ғой. Астағфирулла немесе астағфирулла ва тубу илейк. Алла мені кешіре көр деген сөз. Астағфирулла, астағфирулла ва тубу илейк. Алла мені кешіре көр, менің тәубемді қабыл ет деген сөз білдіреді. Осы. Сонда сол сөздің пайдасы қандай? Жалпы хадистерде келеді, енді бүкіл хадистерден жұлып алатын болсақ, истихфар бағана сен тәфсирді оқыдым деп отырсың ғой? Иә. Егер де бүкіл хадистерден әртүрлі мағыналарды алатын болсақ, истихфарды жиі айту, жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, мен күніне 100 рет дейді. Кейбір кезде күніне 70 рет Алладан кешірім сұраймын, истихфар айтам дейді. Сонда истихфар айтқан адам жамандыққа ұшыраса, жамандықтан құтылтады. Ол хадистерде келеді. Одан кейін жан күйзеліс болады ғой, адам жан күйзеліске ұшырайды да, бір настроениясы жоқ болады, үлкен бір депрессияға ұшырайды ғой. Сол кезде Алла тағала керісінше оны соның ішінен алып шығады да, оны қуантады. Бір себептермен. Одан кейін қалай айтсақ болады? Уайымға адам түседі ғой, мысалы, уайымға түскен кезде уайымды кетіріп, адамның жүрегіне сабырлық ұялатады. Ол да бір хадистен үзінді айтып отырмыз. Одан кейін адамдарда күнәлар болса, күнәлардың кешірілуіне әкеледі. Истихфар. Алла сен мені кешірші деп отыр ғой. Міндетті түрде Алла тағала осы айтқан сөз арқылы адамның күнәларын кешіреді. Және де кіріптарлық дейді қазақ, жетіспеушілік, дүнияуи мәселеде адамда бір жетіспеушіліктер көп болады ғой. Не хватает в жизни, да, что-то былай айтқанда. Түсініп отырсың ғой? Осы мәселеде адамда Алла тағала осы истихфар айтудың себебінен баршылыққа келеді. То есть самодостаточность деп айта аламыз да оны. Осындай жағдайға келеді. Сонда ол жай ауызбен айтудың себебінен осындай бәрі жақсылық болады. Иә, оны қазір түсіндірем. Сосын тағы мынандай мәселелер бар. Адам әлсіз болады ғой, физически болуы мүмкін, морально бір адам әлсіз болады ғой. Егер де ол истихфарды көп айтатын болса, сол әлсіз адамды күшті қылады Алла тағала, ойлашы. Осындай нәтижеге жеткізеді. Бұл бірақ сөз, истихфар. Астағфирулла, Алла мені кешіре көр. Астағфирулла ва тубу илейк. Алла мені кешірші. Мен тәубе еттім күнәларым үшін. Деген сөзді айтсаң, бағанағы жоғарыда айтылған нәрселердің барлығын Алла тағала осы бір сөз үшін алмастырып, сені бір керемет жанға айналдырады, ойлашы.